Балам тойғанын білмейді. Ақтөбелік ана 5 жасар ұлының жағдайын айтты. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер видеоролик сізді қызықтырса, бейнені соңына дейін қарай отырыңыз. Ақтөбелік Мейрамгүл Жүсіпова аутизм дертіне шалдыққан 5 жастағы ұлы Жанның еміне жұмадан елден көмек сұрайды. Оның айтуынша, бала өзінің тойғанын білмейді, бір жерде тыныш отыра алмайды. Құлағанда денесі ауырсынғанын сезбейді. Ананың арманы ортаншы ұлын мектепке барғанша қатарға қосу. 3 бала тәрбиелеп отырған ата-ана дүниеге сап-сау келген ұлының бұл дертке аяқасты шалдыққанын айтады. Жан Қонысбек 2018 жылы шілде айында дүниеге келген. Мейрамгүлдің сөзінше, Жан олардың тұңғыш қызынан кейін көптен күткен ұлы. 4 жыл мектепте жұмыс істедім. 2015 жылы басымызға бір қиын сынақ түсті. Баспана мәселесі бойынша біреулерге алданып қалдық. Оның кредитін 4-5 жыл төлейміз деп жүріп басымызға екінші сынақ түсті. Ұлымызға аутизм диагнозы қойылды. Сап-сау болып дүниеге келген балам мұндай жағдайға қалай тап болғанын өзімізде білмей қалдық. Алланың сынағы шығар. Балам сары болып туды. Бірақ дәрігерлердің салғырттығынан ба білмедім. Баламның қанындағы билирубиннің тексермеген бе алғашқы екпені салған. Кейін баламның қызуы көтеріліп, құрыспасы ұстады, дейді ол. Құрметті көрермендер, бұл видеоны лажы барынша көптеген достарыңызға жіберіңіздер. Бүлдіршініміз тезірек жазылып кетуін қалаған әрбір көрерменіміз бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазыла кетіңіз. Сау саламат болыңыз.